Баршаңызға сәлем қыздар. Біз сіздермен бүгін қазанға дайындалған нанды жасайтын боламыз, яғни тандыр нан деп айтылады. Бірақ тандырда емес, кәдімгі тамақтарыңызды істеп жүрген шугон қазандарыңызда жасайтын боламыз. Егер де сіздерге видео ұнап жатса, міндетті түрде маған тіркеліп, подписка жасап, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздерге апта сайын неше түрлі ең керемет деген рецептілерді шығарып отыратын боламын. Сіздерден маған тек қана қолдауларыңыз болса болғаны. Ал ендеше біз осы кереметте иісі аңқыған күншінің иісі бар тандыр нанымызды жасауды бастайтын боламыз. Бізге ең алдымен қажетті ұн қажет бізге. Ұнымызды шетке қойып, бірінші суымызға дрожжымыз салып, опора жасап аламыз. Мінекей менде 250 грамм су, жылы болуы қажет, тым қатты ыстық болмаса салқын болмауы керек. Енді бір қасық дрожжымызды саламыз. Дрожжымызды салып, біз көтерілгенше, сондықтан бізде су қатты ыстық болмауы қажет. Ыстық болса пісіп қалатын болады. Сондықтан соны қатты бақылаңыздар. Суларыңыз жылы болуы керек. Мінекей дрожжымыз салдық. Енді бір шай қасық шекеріміз саламыз. Шекер бізге дрожжымыздың көтерілуі үшін. Енді сұйық май қажет, 25 граммдай болса болады. Кез келген сұйық май жарайды. Мінекей сұйық майымызды құйдық. Енді кішкене араластырып жіберіп күтеміз. Бізде опорамыз көтеріліп әдемі болу қажет. Енді бізде мінекей көтеріліп болды. Тұзымызды саламыз. Тағы да барлығын осы суымызға араластырып алуымыз қажет. Тұзымызды да осы суымызға қосып араластырамыз. Ұнға қосып жібермейміз, өйткені дұрыс араласпай қалуы мүмкін. Себебі біз қамырымызды қаттылау етіп илейтін боламыз. Мінекей мен барлығын араластырып болдым. Енді ұнымызды алып, ортасын ашып, біз қамырымызды илей бастаймыз. Тестімізға бізге айтқанымдай жаңағы жұмсақ болып қалмас үшін ұнды мен айтқан өлшеммен жасаңыздар. Мінекей мен бірінші кішкене жартысын қосып, осылай жақсылап илеп жатырмын. Көріп тұрғандарыңыздай шеттерін біртіндеп отырып аламыз. Сонан соң қалған суымызды да құйып, осы ыдысымдағы барлық ұным кетеді маған. Осы су екеуі өлшенген. Сондықтан сіздерге артық ұн не артық су қажет емес. Дәл осы видеода көрсетілгенде 500 грамм ұнымыз болса, соған арналған суымызды да құйып жасайтын боламыз. Енді арасында ешқандай түйіршік қалмайтындай етіп, жақсылап біз зуала қамырымызды илейтін боламыз. Қамырымыз жаңағы айтқанымдай қаттылау қамыр илейтін боламыз. Мінекей менің зуалым дайын болды. Қамырымды илеп қойдым. Енді бетін жауып, болмаса пищевой пленкаға бетімен жауып қойсаңыздар да болады. Осылай жарты сағатқа қойып қоямыз. Бізде қамырымыз ашып, көтеріліп, әдемі болады. Сонан соң барып нанымызды жабуға кірісетін боламыз. Мінекей бізде уже жарты сағатымыз өтті. Қамырымыз ашыды. Енді оны алып, столдың үстіне қойып, міндетті түрде дәл ортасынан екіге бөлеміз. Бізде 2 нан шығатын рецепт бұл. Егер сіздерге көптеу керек болса, ары қарай көбейтіп істей берулеріңізге болады. Мен сіздерге арнап тек 2 нан шығатындай етіп көрсетіп жатырмын. Осылай домалақтап қойып қоямыз қамырымызды. Міндетті түрде бірден алып жасамаймыз. Бізге кішкене осылай зуалап қоя тұру қажет болады. Мінекей қамырымыз 15 минуттай тұрды. Енді жұмыс істей беруге болады. Алдымен бір нанды көрсетіп жіберейін қалай жасайтын. Дәл ортасынан басамыз. Мінекей видеода көрсетілгендей кәдімгі тандыр нанды сіздерде қандай болып көріп жүрген болсаңыздар, дәл солай жасайтын боламыз. Мінекей шеттерін тарта бастаймыз. Шеттеріне қарай ортасын қатты басамыз, себебі бізде көтеріп кетуі мүмкін ортасы. Сондықтан барынша ортасын жұқалау етіп, шеттеріне қарай қамырымызды жібере береміз. Егер де сіздерде нан ұрғыш болса,
лажы болса нан ұрғышпен жасаңыздар. Егер күнде үйде нан жауып жүрген қыздар болса, алып қойсаңыздар болады. Болмаса вилкамен басып шықсаңыздар да болады ортасын. Мінекей мен дәл доп-домалақ етіп барлығын шеттеріне қарай жібердім. Енді нан ұрғышпенен үстінен қатты басып тағы да осылай әдемі етіп өрнегімен осылай нан ұрғышпен басып шығамыз. Қатты басыңыздар, себебі көтеріліп кетеді. Жаңа айтқанымдай, мінекей енді осы керісінше келесі бетін аударып, келесі бетіне жұмыртқаның біз ағын жағатын боламыз. Мінекей мен жұмыртқаны ағын алып қойдым. Щеткамен болсын, қолмен болсын осылай жағып шықсаңыздар болды. Ең бастысы ағын толыққанды барлық жеріне жететіндей етіп жағып шығамыз. Енді қазанымызды қыздырып қоямыз. Міндетті түрде осындай шуған қазан болса, барынша осындай қазанды пайдалануға тырысыңыздар. Мінекей біз қазанның қақпағын дәл осылай осы бетіменен қойып, газымызды жағып, мінекей екеуін бірге қыздырамыз. Бізге табанның қақпағы міндетті түрде қажет болады. Қақпағын әбден қатты ысығанша газға осылай төңкеріп қойып қоямыз. Бізге нанымызды жабыстырған кезде бірден жабысып қалу керек. Қатты ысымай тұрып алып қоймаңыздар, ол кезде сіздердің нандарыңыздың асты қызармай қалатын болады. Мінекей қатты қыздырып алып келдім. Жаңағы жұмыртқаның ағын жағып қойған бетін, яғни жаңа астыңғы бетін енді осыған жабыстырамыз. Мінекей қараңыздаршы, менде бірден жабысып қалды. Енді шеттерін басыңқыраймыз. Шеттерін басыңқырап, толыққанды жабысқанына көз жеткізуіміз қажет. Осының үстінде тұрған кезде нан ұрғышпен тағы да бетінен басып шығыңыздар. Себебі қанша дегенмен ортасы жаңа айтқанымдай көтеріліп кетеді, сондықтан қатты басып қойыңыздар. Мінекей өздеріңіз табаларыңызды ұстап, түсіп қалмайтынына көз жеткізіңіздер. Енді жұмыртқаның алып қалған сарысын бетіне жағып шығамыз. Мінекей толыққанды сарысын жағып болып, бетіне кунжут себеспе, мак па, сидана сепкілеріңіз келе ма, өздеріңіз қалауларыңызша жасасаңыздар болады. Мен толыққанды кунжутты сеуіп шықтым бетіне. Енді қазанымыздың ішіне осылай тұз салып қоямыз. Қазанымыз күйіп кетпес үшін осылай ішіне тұзды сеуіп қойыңыздар. Асты бізде жақсы орташа отта тұруы қажет. Тым қатты емес, орташа отқа қоятын боламыз. Енді бізде астыңғы табамыз қызып тұр. Мінекей бетіне, қақпақтың бетіне нанды жабыстырдық. Енді төңкеріп, кәдімгідей тамақ істегендей қазанның бетін жауып қойып қоямыз. Бізде ары кеткенде 15 минуттың ішінде нанымыз пісіп шығатын болады. Мінекей қараңыздаршы, бізде қып-қызыл әдемі асты да үсті де бір келкі болып нанымыз пісіп шықты. Осылай кішкене пышақпен түртіп жесек болғаны алынып тұр. Сіздер де жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін қыздар. Міндетті түрде жасап фотосын жіберсеңіздер болады, және жақындарыңызды осылай қуантсаңыздар болады. Сіздерде де дәл осылай бір жасағаннан әдемі болып шығады деп үміттенемін. Баршаңызға ас болсын қыздар. Міндетті түрде жасаңыздар. Егер де сіздерге видео ұнаса, тіркеліп лайк басып мені қолдап кетулеріңізді өтінемін.